елдегі бүгінгі саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдай бүгінгі биліктің әбден мынау тоқырауға ұшырағанның белгісін көрсетіп отыр. Яғни бүгінгі авторитарлық билік жүйесі өзінің апогейіне жетіп, бүгінгі күні елдегі барлық шешуін таппай отырған проблемалардың шешу жолдарын бүгінгі билік әдістеріменен шешуге болмайтындарына өздерінде көз жетіп отыр. Ең бастысы бүгінгі халықтың әлеуметтік жағдайы, тұрмыстық жағдайы төмендеп, жұмыссыздық шектен шығып, халықтың ашу реніші көбейіп жатқанда, соған альтернативті түрде не жасау керектігін өздері де білмейді. Соларды жаңағы көңілін аулауға, солардың жаңағы мүддесін қойып отырған сұрақтарын шешуге бүгін олардың шарасыз екені көрініп отыр. Міне осындай жағдайда елдегі процесс қай бағытта барады? Немен бітеді? Халықтың ашу-ызасы күннен күнге артып баратыр. Егер де осылай ешқандай шешім қабылдамай билік өз дегенімен отыра беретін болса сіресіп, онда елде ертеңгі күні толқулар болып, әлеуметтік реніштер жаңағы билікке қарсы, яки болмаса басқа да әртүрлі басқа сипатта жаңағы үлкен жаңағы толқуларға әкеліп апаруы мүмкін. Сондықтан да бүгінгі күні осының бәрін алдын алу. Екінші жағынан бүгінгі биліктің өзі келешегі не болады? Бұлыңғыр. Елдің ішінде президенттің жасы келді, оның кететін уақытысы келді. Ал ол кетіп қалса, осы 20 жыл басқарған президенттің орнына кім келеді? Ол қалай жүріп, қандай саясат жүргізеді? Деген мәселенің көзінде, төңірегінде де үлкен алаңдаушылықтар бар. Міне осының бәрі сайып келгенде елде үлкен өзгерістер жасау керектігінің, ол саясат болсын, билікті реформалау болсын, өзгерту болсын, экономикалық, әлеуметтік мәселелерді басқа шешу болсын. Көптеген мәселелер бар. Соның бәрін шешудің жолдарын іздеу. Билік оны іздемейтін болса, халық өзі іздеу керек. Яғни қан төгіске, көтеріліске, басқаға жеткізбестен, соның алдын алу бағытындағы шараларды белгілеу үшін жалпы халықтың өкілдері жиналып, осы мәселенің төңірегінде алқалы жиналыс өткізіп, өз талаптарын, өз ұсыныстарын билікке жеткізу керек. Әлі де кеш емес, билік жасаймын десе. Әлі де президенттің қолында мүмкіншілігі бар. Егер де бүгінгі келешегі жоқ саясатты өзгертіп, Қазақстанды басқа бағытта, өркендеу бағытында, жаңғырту бағытында іс-әрекет жасаймын десе, қолынан келеді. Міне осындай талаптарды халықтың атынан, тек қана оппозицияның атынан емес, биліктің бүгінгі оппоненті болып жатқан біздің атымыздан емес, жалпы халықтың өзі айтсын, халықтың өкілдері айтсын, елдің келешегіне, болашағына алаңдап отырған. Міне солар айтып, сол арқылы жаңағы билікке ықпал ету бағытындағы іс-әрекет. Егер де билік осындай біздің елдің болашағына алаңдап, тыныш жағдайда, бейбітшілік жағдайда реформаларды жасау керектігін көзін жеткізе алмайтын болсақ, билік өз дегенінен қайтпайтын болса, онда жаңағы халықтың осындай жиыны алда осы елді өзгерту бағытында өзі жаңағы алғы шепке шығып, өзі жаңа көшбасшысы болып, осы бейбіт жағдайда елдегі өзгерістерді жасау бағытында іс-шаралар қабылдау. Осы бағытта ойланып отырған құрылтайды осы бүгінгі күні соның бағытында өзіміз ұсынысымызды елдегі жағдайдың талдау жасап, оған баға беріп, не жасау керектігін анталытып, өткен баспасөз конференциясында бәрін айтты.